Сәлем құрметті тыңдарман, қисамызды бастамас бұрын арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Адамға жан кіргізу қиссасы. Аллах тағала рухты жаратып, денеге кір деп әмір етті. Рух жансыз, қараңғы балшық тәннің ішіне кіруге қорқып тұр. Әрі жансыз дененің иісі де жағымсыз еді. Жебрейіл барлық періштеге құйқылжытып 7 сазбен зікір айтуды бұйырды. Адамды қоршай қаптаған қисапсыз періште сазда үнмен зікір айтып бастады. Рух саздың ырғағына ілесіп тербелгенде бір сәт өзін ұмытып мастық халге түсті. Сол кезде Жебрейіл оны тәнге жайғастырып үлгерді. Жан адамның башпайынан бастап кірді. Башпайға жан кіргенде ол жыбырлады. Жан тізеге жеткенде аяқтың жүргісі келді. Жаңа туған бөбектің жүргісі кеп талпынатын дегбірсіздігі осыдан қалыпты. Жан белге келгенде отырғысы келді. Қарынға келгенде аштықты сезінді. Жүрекке жеткенде бойын үрей биледі. Кеудеге көтерілгенде бойын мақтан кернеді. Мойынға мінгенде жан жағына қарағысы келді. Ауыздан әр асқанда тілі жыбырлап сөйлеуді тіледі. Жан мұрыннан өтіп көзге келді. Айналасына қарап сансыз періштені көріп қайран қалды. Құлағына келгенде зікір, таспих, салауаттың әуенін естіді. Жан миға жеткенде алғаш рет өзінің дене мүшесіне зер салды. Жаббар хақ періштелерге: адамға пейіштің жеміс жидегі мен сусынын әкеліңдер деп әмір етті. Адам кесе толы пейіштің тәтті сусынын ішкенде денесінен 62 тамыр пайда болып бойына қан тарады. Осыдан бастап адам қаны қасиетке ие болды. Нақақ төгілген адам қанының сұрауы қатты болатыны осыдан екен. Кенет адамның мұрны қышып, қатты түшкіріп жіберді. Жан мұрнынан қозғалып, сыртқа шығып кете жаздады. Құдай тағала жанға: ал енді денеден шық деп бұйырды. Жан сыртқа шыға алмай ұзақ тұрып қалды. Әй жан, неге тез шықпайсың деп сұрады. Жан: уа жаратқан, мен кеудеге кірерде 7 сазға елітіп мас күйінде көрдім. Енді шығарда рақым етем деген уәдеңді естімей шықпаймын деді. Аллах: егер ардан аттамай, әділдікті ту етіп, жүрегіңді таза ұстасаң, ақиретте рақым етем деп уәде берді. Алланың уәдесін естіген соң ғана шыбын жан денеден оңай шықты. Осыдан бастап күллі адам ұрпағына тумақ пен өлмек тағдырдың шын қазасы болып бекітті. Бұл пәниде сұм нәпсіге бой алдырып, ардан аттағандар соңғы сәтте жан бере алмай қиналады екен. 5 күн жалғанда ар-ұятқа бекем болған момындар қиналмай жан тапсыратын болыпты. Адамға жан кіріп, тұла бойына қан тараған соң барлық дене мүшесі өзінің артықшылығын айтып мақтаныпты. Мен бәріңнен биікпін, сәждеге менің маңдайым тиеді, бәсім бәріңнен жоғары деді бас. Адам ақиқатты мен арқылы естиді. Саңырау адамға үгіт айтып не керек деді құлақ. Құлақпен естіген өтірік, көзбен көрген шын, 1000 рет естігеннен 1 рет көрген артық. Қала берді, мен көңілдің айнасымын. 7 қат көкті бір ғана қарашыққа сыйғызып тұрамын деді көз. Жұрттың бәрі бірінші бетке қарайды. Адам бір-бірін түріне қарап таниды. Мен арқылы сұлулықты сезініп, біріне бір ғашық болады. Адамның шырайы менмін деді бет әлпет. Ас адамның арқауы. Мен болмасам, адам асты қалай жейді? Тамақта, сусында асқазанға мен арқылы жол тартады. Ауыз болмаса, піскен астан пайда жоқ. Аш адамнан 40 күн ақыл сұрамас болар. Құрсағы бостың құлағы шыңылдап, көзі бұлдырлайды. Денеде дәрмен, бойда қуат қалмайды. Сондықтан бәрің маған бас иіңдер деді ауыз. Өнер алды қызыл тіл. Тілдің қадірін білмеген кімнің қадірін біледі? Піл көтермегенде тіл көтереді. Өзім бұлбұл, сөзім бұлақ. Тауып айтсам, көңілдегі дауасыз дерттің емін мен берем деді тіл. Жомарттық менде жатыр. Адам баласы алыс беріс тірлігін мен арқылы жасайды. Қайыр сахуатты Құдай қолға жасырған. Амандасқан адамдар әуелі қолын созады деп мақтанды қол. Әу жарандар, сендерді көтеріп тұрған кім? Арындай бермей төменгеден назар салыңдар. Бәріңді қайырлы қадамға бастайтын мен емес пе? Қаласам Меккеге барам. Әр басқан қадамыма 1000 сауап. Мен тұрғанда сендердің сөйлегендерің бекер ақ деді аяқ. Әй аяқ, бас аяқтан ақыл сұрамайды деген. Ақылға кішілік жүрмейді. Мен жүректің суатымын, ойдың қуатымын. Адаспай аспандасам 7 қат көкті кесіп өтем. Қармаласам қолым аршыға да жетеді деді ақыл.
Осылайша барлық дене мүшесі, сезім қатпарлары бір-бірімен таласып жатты. Бұл айтысқа жүрек қана қатыспай, сабырмен таластың ақырын бағып тұрды. Жаббархаққа жүректің сабырлы күйі сүйкімді көрінді. Сендерде жүрек болмаса, жақсылықты алаңсыз насихаттай алмайсыңдар. Арсыз істі де жасайтын кездерің көп болады, деді де, әй бас, аптығыңды бас. Өмірде маңдайыңды сәждеге ғана емес, адасып таумен тасқа дорасың. Әй құлақ, өсекке құмарсың. Ғайбат айтылған жерден тұрып кете алмайсың. Әй ауыз, бисмилля демесең жеген асың арам болар. Адам ауруды астанда табады. Әй тіл, адамға келетін 10 бәленің 9-ы сенен болады. Балтамған тілден уды тамады. Есіңде болсын, тілі бірді тілек қосады, тілі басқаны жүрек қосады. Әй көз, сұлу көрсең сұқтанасың. Арсыздық сенен басталады. Күндіз көргенмен түнде соқырсың. Жүректің көзі көз, бастың көзі без. Әй аяқ, сенің баспайтын жерің жоқ. Көп жүрген аяқ боқ басады. Әй қол, кегезе сұғанақсың. Ұрлықта сенімен жасалады. Есіңде болсын, ұрының қолын кесен. Әй бет әлпет, жүзі сылаңның сөзі сырдан келеді. Сылаң қағап сыртыңмен адамды алдайсың. Іштің қатасын түзеуге құлқың жоқ. Жара бет жазылады, қара бет жазылмайды. Ұяттан кісі өлмейді, бірақ бетте сызаты қалады. Әй ақыл, шын ақыл аузын жауып ділін ашады. Жылы жүрекке жалғанса, ақыл айналасынан нұр шашады. Жүрек сенің айнымас серігің. Ол болмаса сенен өткен тәкаппар болмайды. Біліңдер, ет жүрек барлық тәннің патшасы. Сендерді жүрек билесе, әлемдік әділдік орнайды. Оған қалтқысыз бағынғанда ғана ақиретте сұраудан аман қаласыңдар. Ол мейірім, махаббаттың ұясы. Ол бәріңнен артық, деді. Сосын дене мүшелеріне назар тігіп, әрқайсының міндетін айта бастады. Көз, жаралыстан ғибрат ал. Ақылдың ой құмар болуына септес, кірпік пен қас, сен екеуің көзді күзет. Ауыз, арамды татпа. Адаласты таңдап же. Маңдай, саған бақты қондырам. Оның құтты мекені сен боласың. Желке, парыз бен қарызы сен арқылы. Өлгенше өтелмеген борышың қалмасын. Таңдай, шырын сөз, әдемі әуе саған ұялайды. Қызыл тіл, шын сөйлеп бастағанда таңдайын тақылдап тұрсын. Арқа, ауыртпашылық саған түседі. Хақтың жолында қайыспауға серт бер. Жұдырық, сен ердің қаруы бол. Әлсізге болыс, ақылсыз майданға кіруші болма. Бүйрек, бауырыңа болыс. Жақынды жатқа жіберме. Бауыр, іші бауырың елжіреп, туыстардың татулығына бейім тұр. Ми, ақылға сауыт боласың. Сондықтан да сені ең қатты сүйекке әрі ең үлкен биікке жайғастырдым. Шеке, паңдық мінез сенен болсын. Надандардың табалауына жол берме. Кеуде, тәкаппарға керіл, момынға иіл. Шаш, адамның ажарын аш. Бет, ұяттың барын білдіріп отыр. Тіс, адамның қайраты бол. Көкірек, қазынаның кені бол. Құшақ, адал досқа ашық бол. Нұр шуағын сіңіріп, көрісуге асық бол. Тырнақ, тазалықтың айнасы бол. Кірленсең, көр азабын сенен бастайым. Қарын, адал ризықтың орны бол. Арамастан да ауру табасың. Білек, дұға тілекте шаршадым деме. Қол, сақилық сенен шығады. Бірақ оң қолыңның бергенін сол қолың білмесін. Құлақ, мәнді сөзге сергек жүр. Бұл жыр сөзге бітеу бол. Мұрын, бөтен іске тұмсығыңды тықпа. Сенің міндетің хош иісті тану. Бел, тұқымның тазалығын, ұрпақтың адалдығын саған тәуелдетем. Аяқ, аңдап басу сенен. Саусақ, санауды сен үйретесің. Есеп қисап өнері сенен басталады. Жыныс, ләззатты сен танытасың. Бірақ құмарлыққа салынба. Рухтың өсуін тежейсің, деді.